Сәлем достар, бүгін сіздерге орыс халқының дәстүрлі тағамы борщ рецептін ұсынамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Осы рецептпен өте керемет болып шығады, менімен бірге әзірлеңіздер. Борщты термомикс чипындағы рецепт бойынша әзірлейміз. Ең бірінші 5-6 тал ақ желкеннің тек жапырақтарын салып, 3 секунд 7-ші жылдамдықта ұсақтап аламыз. «200 грамм туралған қызанақ салып, 10 секунд 4-ші жылдамдықта турап аламыз. Туралған ақ желкен мен қызанақты бір ыдысқа салып аламыз. «100 грамм туралған пияз, 100 грамм туралған сәбіз салып, 5 секунд 5-ші жылдамдықта тураймыз. «200 грамм қызылшаны 2 сантиметр көлемінде ұсақтап турап саламыз. 40 грамм күнбағыс майын құямыз, 5 минут варома температурасына қойып, 1,5 жылдамдықта пышақтарын реверске қойып пісіреміз. 150 грамм картопты 2 сантиметр көлемінде ұсақтап тураймыз. 100 грамм қызыл бұрышты да 2 сантиметр көлемінде ұсақтап тураймыз. 200 грамм 40 қабатты жіңішкелеп тураймыз. Осылардың барлығын салып, 1 литр қайнаған су құямыз. 17 минут 100 градус 1-ші жылдамдық пышақтарын реверске қойып пісіреміз. Ащы қызыл бұрышты міндетті түрде салыңыз, болмаса борщыңыз тәтті болып кетеді. Ең басында туралған ақ желкен мен қызанақты саламыз. 2 шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш салып, 5 минут 100 градус 1-ші жылдамдық пышақтарын реверске қойып пісіреміз. Иісі бұрқыраған борщымыз да дайын болды. Қалауыңызша қайнатылған етті турап ұсынсаңыз да болады. Ұсынар алдында борщ 10 минут тұрса, қып-қызыл болып әдемі болып шығады. Термомикспен әзірленген борщымыз өте дәмді, дәмі тіл үйрет. Және де дайындалу өте оңай әрі тез. Міндетті түрде әзірлеңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.